Армысыздар, қымбатты көрермендер. Бүгін біздің студиямызда қонақта Түркістан қалалық сотының судьясы Сәкен Бәкірұлы Абсаматов мырза. Сәкен Бәкірұлы, студиямызға қош келіпсіз. Мен алғашқы сұрағымды бастап өтсем, медиация жайлы болмақ. Оның шығу тарихы мен қоғамға ену жөнінде айтып өтсеңіз. Қазіргі заманда заң аясында бекітіліп, медиация туралы заң бекітіліп, президент қол қойып жұмыс істеп жатқанына мына 7-ші жылға айналып бара жатыр. Ал оның тамыры тереңде жатыр. Өздеріңіз білесіздер, қазақтың билер соты, әділ соты жұмыс істеген, елге қызмет еткен билер. Сол кезден бастап бітімге келу, қазақта сондай қанатты сөз бар, дау мақсаты біту деген. Ең дұрыс біткен дау, бітім арқылы біткен даулар болған. Қазақ хандығы құрылғаннан бері ел ішінде тәртіп орнатып, бұзақылықты, ұрлық-қарлықты тоқтату, дау-дамайды өршітпеу, салт дәстүр, әдет ғұрыпты сақтауды, ата-баба жолымен бейбітшілік пен татулықты қамтамасыз ету жолында билер маңызды рөл атқарған білесіздер. Билер соты жаза тағайындап, материалдық шығынды өндірумен қатар, екі тараптың да сол шешімге мойынсұнып, жауласпай, дауласпай, әділеттіктің орнығуына мүдделілік танытқан. Мүмкіндігінше даудың бейбіт бітіммен аяқталуына күш салған. Халық бидің әділ шешімін көп болып кірісіп, жедел орындатқан. Зәуімді қиқайып, созбалаңға салғандарын, орындағысы келмегендерін тәртіпке шақырған. Оғанда көнгісі келмегендерді елден аластап, өз ортасынан қуып жіберген. Билер аса сауатты, сөзге шешен, ойға жүйрік болған. Тайпалар мен рулардың шежіресінен хабардар, салт дәстүрді жетік білетін болған. Әділетті жақтаушы ретінде танылған. Елдегі үлкенді кішілі жанжалдарды шешіп, әділ төрелік айта білген. Бұл би шешіммен келіспегендер төбе биге шағымданып, әділеттікке қол жеткізген. Билер арасында ханнан да қаймықпай, ел қамышын шындықты бетке айтқандар болған. Сондықтан да халық арасында ханда 40 кісінің ақылы бар, ал биде 40 кісінің ары білімі бар деген даналық пікір қалыптасқан. Билер дала демократиясының айқын көрінісі бола білді. Шыққан дауларды әділетті шешуге екі тараппен де таныс білістігі, байланысы, туыс жақындығы жоқ, тәуелсіз билер кейде сырттан шақырылған. Өзге билермен бірге төбе билік еткен тәуелсіз би шындықтан басқа құдай жоқ деген принципке жүгініп, барынша әділ шешім шығаруға ұмтылған. Міне осы дала билерінің іс тәжірибесі негізінде еліміздегі сот билігі жаңғыртылып, ел ішіндегі түрлі құқық бұзушылықтар мен дау-дамайларды әділетті шешу бағытын ұстанып келеді. Соның бір парасы осы медиацияны қолданып, бітімге шақыру көрінісі болады. Ол деген сөз қазіргі таңда екі жаққа біздер сот процесін жүргізгенде осы республикамыздың, еліміздің судьялары бірінші кезекте құқықтарын түсіндіреді. Басқа да өз конституциямен, заңмен бекітілген құқықтарын қорғау үшін азаматтар қылмыстық іс болсын, азаматтық іс болсын, әкімшілік істер болсын, олар осы медиациялық бітімге келу құқығы бар екенін түсіндіреміз. Ол деген сөз тек қана медиациялық тәртіппен емес, өз ара татуласып жатса да болады. Медиаторларды жүгінбей-ақ медиаторға. Ол да бір өздерінің құқығын қорғау тәсілдері міндетті түрде таныстырып, өткенде пилоттық жоба жұмыс істеді, сол өзін оң нәтиже беріп, дұрыс екенін көз жеткізіп, дұрыс екендігіне қазір толық қолданылып жатырмыз. Осы орайда екінші сұрағымды қойсам, медиатор қызметін кімдер атқара алады және оған қойылатын талаптар қандай болмақ? Қазір енді біздегі Түркістанда кәсіби және кәсіби емес медиаторлар жұмыс істеп жатыр. Кәсіби медиаторлар міндетті түрде жоғары білімді, ересек адамдар бола алады. Әрине қоғамда, көпшіліктің алдында өзін ұстай білетұғын,
сөз ала білетін, өзіне қарата білетін азаматтар, беделді, өмірлік тәжірибесі бар. Әрине, сонымен қатар білімі жетік болған абзал болады. Сондай азаматтарымыз бізде кәсіби медиаторларымызды айтып кететін болсақ, Әбдікәримов Қайрат және Бейсенбаев Бақытжан деген азаматтарымыз бар. Және осы мүмкіндікті пайдаланып, жұртқа айтқымыз келеді. Егер дау-дамай туындап жатқан болатын болса, сол кісілерге хабарласуға мүмкіндіктеріміз бар. Қазір телефондарын айтып кетейін. Қазір өздеріңіз білесіздер ғой, технологияның дамыған заманы. Телефон сым тетігіне бір хабарласа. Яғни мәселемен кездескен азаматтар хабарласуларына болады осы кәсіби медиаторларға, телефон нөмірлерін айтып жіберсеңіз болады. Бақытжан Бейсенбаевтың телефоны 8775 358 5761. 775 358 5761. Әбдікәримов Қайрат 8701 161 78 37. 701 161 78 37. Сол қазіргі таңда бүкіл республика бойынша жоғары соттың кең ауқымды жұмысы жүргізіліп жатыр. Бүкіл облыстарда аралап, әдейі комиссия болып аралап жүріп, осы медиацияны дамыту жолдарын қарастырып жатыр. Соның аясында бізде Түркістанда да облыстық орталық болып жатырмыз. Татуласу орталығы ашылуға тиіс. Барлық облыс орталығында сондай қоғамдық кеңес, яғни әкімдіктің ішіндегі қоғамдық кеңестің аясында, жұмысының аясында ашылып жатыр. Түркістанда да сондай ашылады деп күтілуде. Егер орталық ашылмаса да жұмыс істеп жатқан медиаторлар бар. Соның ішінде кәсіби емес медиаторлар 5-6 бар. Егер олардың тізімін әкімдіктен, соттан алуға болады, соларға да жүгінуге болады. Осы орайда екі жақты медиациялық келісім арқылы есте қаларлық біткен істер жайлы айтып өтсеңіз, енді сіз бірнеше істерді қарап шешім шығарып отқан, енді оңай азамат емес екеніңіз белгілі ғой. Осы орайда бір есте қаларлықтай оқиға, шешім болды ма? Әрине, ондай істер көп. Әрбір осы медиация арқылы бітімге келіп жатқан іс болып жатса, ол қуантарлық жағдай. Көбінесе қазір өздеріңіз білесіздер, неке бұзылып жатыр. Көп азаматтар, жастар үйленеді, сосын бүкіл республика бойынша 30%-ға шейін жалпы үйленгендердің. Кейбір жерлерді көптеу, кейбір жерлер аздау ажырасып жатады. Осы олардың құқықтарын бітімге келу мүмкіндіктері бойынша түсіндірудің нәтижесінде, жұмыс істеу нәтижесінде, медиаторлар жұмыс істеу нәтижесінде, сот медиациясы бар. Осы сот судьялар бекітілген әр сотта медиатор ретінде, және әрбір судья медиатор болып жұмыс істей алады, егер екі тарап сондай ерік білдіріп жатса. Сол бірнеше отбасыны біздің осы Түркістан қаласының судьялары, қалалық соттың судьялары бірнеше отбасыны татуластырып, жарастырып жатқан сондай есте қалады. Біз әсіресе соны екі жастың екеуі қол ұстасып кетіп жатқанын көріп жатырмыз. Және де басқа да қылмыстық істер бойынша да бітімге келіп, татуласып, бір-біріне араздаспай, ертеңгі күнге бейбіт өмір сүруге, бір-біріне ешқандай реніш болмас жағдайға, болмайтын жағдайда келіп жатқанын көреміз. Олар да қуантарлық жағдай. Әкімшілік істер бойынша да. Және бір мысал келтіріп кетейін. Бір екі отбасы 10-15 жыл көрші болып тұрады. Екеуінің арасында жер, үй жөнінде дау болған. Аты жөнін айтпай қойық. Сол 10-15 жылдың ішінде шешілмей келе жатқан дауды бір сот процесінде осы медиацияны пайдаланып, кәсіби медиатор Бейсенбаев Бақытжан деген азаматты шақыртып, соған жүгіндіріп, сол кісі шешіп бергені бар. Кәсіби медиатор ретінде. Одан кейін, ол және де бір айтып кететініміз, Бақытжан Бейсенбаев бұрын ішкі істер басқармасында қызмет еткен, абыроймен қызмет еткен, қазір солардың ішкі істер басқармасының
жаңағы ардагерлерінің алқасының төрағасы. Ол кісінің бірінші және де құрылысшы деген мамандықпен оқыған екен, мамандығы бар, жоғары білімді. Сол құрылысшы мамандығын жаңағы білімін, құрылысшы ретінде білімін пайдаланып, сол арасындағы жаңағы үй жайға байланысты жоспарын сызып екі жаққа бірдей жаңағы шешімге келуге осы білімі жаңағы көмек етіп, жаңағыдай сол кезде. Сосын екі жақ татуласып кеткен есімізде. Қазіргі күнде сол азаматтар, бітімге келген азаматтар көрген жерде, егер көшеде, басқа жерде кездесіп қалған кезде ризашылығымен алғысын айтып жатқандар да болып жатады. Осы тұста медиацияның ұтымды тұстарына нақтырақ тоқталып өтсеңіз. Ұтымды тұстары сол азаматтар бірінші кезекте бір-біріне сот залынан екі жақта риза болып шығады. Егер ондай болмайтын болса, дау сот шешімі шыққаннан кейін екі жақ немесе үш жақ, төрт жақ, көп жақты болуы мүмкін даулар. Бір тарап болмаса да екінші тарап наразы болып шығады. Сот әділдігіне жаңағыдай өздері сот қандай да болмасын шешім қабылдау керек. Шешім қабылдағаннан кейін бір тараптың пайдасына шешім қабылданбаса, ол әділ шешім шықпады деп күмәндануы мүмкін. Одан кейін апелляциялық сатыға, одан кейін кассациялық сатыға жүгінуі мүмкін. Оның бәрі уақыт алады, қаншама уақыт кетеді. Ал егер медиация келіп жатса, кәсіби немесе кәсіби емес медиаторлар, немесе судья медиатор татуластырып жатқан болса, ол дау бір-екі сағат ішінде, немесе бір үлкен дау болатын болса, бір-екі аптаның ішінде бітуі мүмкін. Және көп құжаттар жинаудың қажеті жоқ, дәлелдемелер ұсынудың қажеті жоқ. Дүниеде ең біріншісі сол бір-біріне қол алысып, ризашылықпен ертеңгі жаңа бейбіт өмірде бітімге келіп, көршілер болатын болса, бір-біріне сәлем түзу болып жүреді. Және де оның ұтымды тұстары көп. Осыдан шығатын, осы мәселеден туындайтын ұтымды тұстары көп. Яғни азаматтар өз-өзін қинамай, жаңағы жүйкелерін жұқартпай, бірінші кезекте бітімге келу деп санайсыз ғой. Енді медиация саласын өткен жылмен салыстырғанда қалай болып жатыр жалпы? Бізде енді салыстырма кесте жасалып жатады. Әркез сот жүйесінде медиациямен біткен істер көп болуға біздерде мүдделіміз. Мысалы үшін мен сіздерге айтайық, Түркістан қалалық сотында әкімшілік істер бойынша 2017 жылы 400 іспен медиациямен бітетін болса, 400 бойынша. Ал 2018 жылы 22 іс медиация тәртіппен өндірістен тоқтатылған. Қылмыстық істер бойынша 2017 жылы 41 іс өндірістен тоқтатылған болса, 2018 жылы 100 іс медиация тәртібімен қаралып біткенбіз. Азаматтық істер бойынша айтатын болсақ, 2017 жылы 14 іс біткен болса, 2018 жылы 10 іс жоқ, 34-те 31 болған. Оның ішінде жаңағыда партисипативтік тәртіппен бірдей 2017 жылда, 2018 жылы 7 іс бойынша партисипативтік тәртіппен тоқтатылған. Партисипативтік деп айтатын медиациялық келісім ол екі жақтың адвокаттары арқылы, адвокаттардың көмегімен екі жақтың сондай бітімге келген кезде партисипативтік келісім деп айтады. Жыл сайын демек артып отыр медиациялық бітімге келу саны. Ал енді биылғы жылда азаматтық істер бойынша осы бүгінгі күнге дейін медиация тәртібімен 41 іс, партисипативтік тәртібімен 9 іс қысқартылған. Жалпы түскен істердің саны 2531 істің ішінде. 2531 ішінде сондай істер болып тұр. Әкімшілік істер бойынша 681 іс түскен болса, 22 іс медиация тәртібімен біткен. Қылмыстық істер бойынша 340 іс түсіп қаралған болса, сотқа 154, оның ішінде көріңіз, тең жартысы десе де болады. 154 іс бойынша медиация бойынша тоқтатылған біткен бітім арқылы. Түсінікті, рахмет. Осы тұста тақырыпты өзгертсем,
сот жүйесінің ашықтығы мен қолжетімділігі. Яғни сот залы түгел камералармен жабдықталды дегенді білеміз. Бұл қаншалықты рас? Көп кәсіпорындарда қызметкерлер жалған ақпарат беріп жатады. Ал сіздерде бұл жөнінде жалған ақпарат беріп жатқан жоқ па? Жазылған бейне жазуларды көру мәселесі, яғни азаматтардың құқы бар ма? Өте жақсы, рахмет, жақсы сұрақ қойып отырсыз. Бүкіл республика бойынша, тек қана Түркістан қалалық сотында емес, Түркістан облысында емес, бүкіл республика бойынша бүкіл сот залдары қазір бейне камералармен жабдықталған. Ол жерде бейне дыбыс жазулары жүргізіліп жатады. Әрбір сот процесі, әрбір сот отырысы, сот мәжілісі, қатысушылардың сөздері мен бәрі бейне жазбаға жазылып жатады. Бұл жерде мен 100% сіздерге толық сеніммен айта аламын, ешқандай жалған ақпарат жоқ бұл мәселе бойынша. Өйткені бұл елбасымыздың сот жүйесінің алдына қойған Қазақстан Республикасының судьялар одағының 7-ші съезінде қойған талаптарын орындау аясында, тапсырмаларын орындау аясында осындай жұмыстар істелінді. Және де айтып кететініміз, бізге сот жүйесінде бүкіл сот процестері, қазақша айтқанда сот отырыстары, сот мәжілістері бейне жазба, дыбыс жазба арқылы құрылғылары қолданылып жүргізіледі. Ол деген сөз, кез келген азамат өзінің қатысқан сот процесін кейін бейне жазбасын, бейне дискімен немесе басқа да жазу құралдарын пайдаланып алып, оны пайдалануға құқылы. Яғни протокол ретінде, бейне дыбыс жазу арқылы жүргізілген протокол ретінде пайдалануға құқылы. Дәлелдемелі зерттеу, тараптарды тыңдау, уәждерін тыңдау, келтірген уәждерінің бекітетін дәлелдемелерді зерттеу, келтіру тәртібі бәрі жазылып жатады. Сот процесінде қандай сөз айтылды, қандай дәлелдемелер ұсынылып жатты, қандай талап тілектер қойылып жатыр, талап қою арыздары қалай қойылған, оны тараптардың өздерінің талап қою арыздарына қарсылықтарын мәлімдеу, жеткізу, жариялау бәрі де жазылып жатыр. Бұл енді елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 100 нақты қадам аясында іске асып жатқан мәселелер. Сот жүйесінде осы жөнде жариялықтың және қолжетімділіктің қажеттілігі қанша? Кеңес үкіметі кезінде соттың қызметі жөнінде құпия өтетін еді. Және судьялар жөнінде мәліметтер де құпия болатын. Яғни сот қызметкерлері, сот жүйесі жабық болатын. Қазіргі жағдайды бұл салыстыруға келмейтін сияқты. Қалай ойлайсыз? Иә, біз енді Совет кеңесі кезінде сот жүйесінде жұмыс істеген азаматтар, ағаларымыз бар. Сот жүйесінің, бүкіл құқық қорғау жүйесінің ардагерлерімен сұхбат өткізіп жатамыз, кездесулер өткізіп жатамыз. Сол кезде соларды айтып жататын. Бұрын мұндай жариялылық, мұндай қолжетімділік болмаған. Яғни сот процесін, қандай процестер, қандай сот отырыстар болып жатқан жұрттар беймәлім болатұғын, теледидардан немесе газет беттеріне, журнал беттеріне шығып жатпайтұғын. Сот судьяларының, сот қызметкерлерінің жүріс тұрысы да, өмір баяны да құпия болмаса да белгілі бір жабық жарияланбайтын расында да. Ал қазіргі таңда өздеріңіз көріп отырсыздар, міне сұхбат беріп отырмыз. Әрбір судья келіп сұхбат береді, бізде жоспарға енгізіледі. Бүкіл істер бойынша сот жүйесінде қандай өзгерістер болып жатыр, заңнама қалай өзгеріп жатыр, қандай жаңалықтар бар, қандай новеллалар бар, барлығын ешқандай бүкпесіз, жасырынсыз, жария түрде, ашық түрде жеткізіп жатамыз. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, яғни сіздер арқылы, міне телевидение, газет, журналдар арқылы. Және де бұның осы көріністе ойлаймын, осы отырған сіздермен осылай жұмыс істеп отқанымыз. Сот процесіне кімдер қатыса алады? Сот процесі бізде Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексінде және қылмыстық іс жүргізу кодексінде және де азаматтық әкімшілік құқық бұзушылық кодексте де көрсетілген жариялылық, ашық өткізіледі деген. Кез келген азамат кез келген сот процесіне қатыса алады.
толық құқығы бар. Тек қана жасы 16 жасқа толған болу керек. 16 жасқа толған азаматтар бүкіл барлық қатысуға құқылы бар. Сот процесіне қатысу үшін тек қана өзінің тұлғаны бекітетін, яғни жеке куәлігін, паспортын алып келіп, тіркеліп, өтіп қатысуға құқылы, тыңдауға құқылы. Ешқандай жасырын өткізілмейді. Әрине кейбір істер бар, жабық түрде өткізілетін. Оған енді тараптардың кейде рұқсаты болса, немесе заң аясында сот отырысына төрағалық етуші судьяның келісімімен кейде рұқсат етіліп жатады. Соңғы сұрағым болсын, азаматтардың тең құқылы қағидаты қаншалықты сақталады? Міне қазіргі айтып кеткен сот жүйесінің жариялылығы принципі және ашықтық принципі осы азаматтардың өздерінің құқықтарын қорғауға, басқа азаматтардың басқа заң тұлғалармен немесе жеке тұлғалармен тең құқылы болуға қолжетімділігін қамтамасыз етеді. Ол дегеніміз екі жақ өзінің құқықтарын қорғау үшін, өзінің уәждерін бекіту үшін дәлелдемелерін келтіріп жатады. Жарыспалылық принципінде өткізіліп жатады. Сол үшін жарыспалылық болу үшін азаматтар келіп тең құқылық принципінде, еріктілік принципінде, жариялылық, ашықтық принципінде өзінің құқықтарын қорғауға құқылы. Сол арқылы жариялылықтың да, қолжетімділіктің де осы азаматтардың құқықтарын қорғау үшін қызмет ететіні өзінің жерде аян. Қымбатты көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Түркістан қалалық сотының судьясы Сәкен Бәкірұлы Абсаматов мырза болды. Сәкен Бәкірұлы, студиямызға уақыт бөліп келгеніңіз үшін рахмет. Көрермендеріміз жеткілікті сауалдарына жауап алды деген ойдамыз. Амандықта жүздесейік.